Үйдегі бар азық-түліктен жарты сағатта шайға коржиктер пісіреміз. Буфетте жеген балалық шақтың дәмі. Жылы бөлме температурасында тұрған қою айранға ас содасын қосамыз. Екеуі көп ішіп реакция беру керек. Кейін үстіне қант сұйық май қосып, қанттың ерігенінше араластырамыз. Илеуіштен өткен ұнға қопсытқышты салып біріктіреміз. Ұнды мөлшерден көп салмаймыз. Қамыр қолға жабысыңқырап тұру керек, әйтпесе коржиктеріміз қаттылау болып қалуы мүмкін. Оқтаумен 1 см болғанша жаямыз, ұнайтын қалыпқа келтіреміз. Бетіне жұмыртқаның сарысын немесе айранды жағамыз. Пешіңіздің қысымына қарай 200-210 градуста 8-12 минут арасында сарғайғанша пісіреміз. Жұп-жұмсақ коржиктарымыз дайын. Бұл коржиктар 10 күнге дейін сақтала береді, өзі шаймен күшті тойымды кетеді. Шайларыңыз тәтті болсын.